Bu qo'shiqning so'zini chalg'anishi aynolayim karakter. Şolla. Qasiyeti bilamiz, Divani hikmetdagi ular tariqat, haqiqat, ma'rifat so'zlari tariqatni aytsak bo'ladi. Жарайсың. Міне балдар қараңдар, Қожа Ахмет Яссауидің Дивани Хикмет қазақшаға аударғанда ақыл кітабы деп аталатын кітабы екен. Міне осының сырты. Ал енді балдар қарай қойыңдар, бірінші тапсырмаға бізге даналық кітабынан үзінділер айту, заманауи тұрғыдан салыстыру жасаңыз дейді. Сіздердің түсініктеріңіздегі нағыз адам кім, қандай естиді? Nağız adam деген кім? Қандай адамды нағыз адам дейміз? Жақсы адам. Айта ғой. Кәдімгі, айта ғой. Нағыз адам. Иә. Нағыздың жетпіс адамгершілігі бар. Және де бөлек ісіне адал. Мейірімді Жақсы. Отыра ғой. Айзерен? Яғни нағыз адам ол дінді ұстайтын және сол білімі көп және сондай жолға қол ашық жандарда айтуға болады. Ондай нағыз адамдар мысалы қасындағы жанның мысалы көмек керек болып тұрса барын істейді. Жақсы, керемет. Тағы да мына топтан айтатындар бар ма? Інжу? Nağız adam degende өтірік айтпайтын, әділетті, кішіпейілді, мейірімді, дінді өте қатты өзіне сенімді адамды, басқаларына өтірік айтпайтын адамдар. Жақсы. Осы нағыз адамын, бүкіл ілімін оқыған кезде нағыз адамды түсінуге болады екен, иә? Не береді Қожа Ахмет Яссауидің шығармасы бізге? Бірінші, мейірімділікті бере ма? Береді. Тағы да ақылды береді. Тағы да имандылықты береді. Отансүйгіштік қасиет бар ма бізде? Бар, иә. Өзінің еліне, туған жеріне деген өзінің бүкіл жан жүрегінен шыққан бүкіл ілімін мына кітабында бізге жазып шығарған екен балалар. Жақсы. Ал енді қараңдар, қарай қойыңдар. Міне ойлау дағдыларының 3 деңгейі әдісімен ойланып, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Нелерге бірінші қараңдар, тапсырма. Тақырып пен идеяны ашасыңдар. Бірінші топ тереңіне үңіл әдісі бойынша Қожа Ахмет Яссауидің шығармасына тақырып пен идеяны анықтаймыз. Дескриптив 2 балл барлығында. Екінші топ салыстыр және сарала әдісі бойынша Қожа Ахмет Яссауидің қызметтері мен Абайдың қара сөздерін салыстырасыңдар. Үшінші топ сендер бағала және дәлелге әдісі бойынша тарихи және көркемдік құндылығына баға бересіңдер. Ал кәдімгі кірсе қойыңдар тапсырмаға. Бір-бірімен топтасып, ойласып, жұптасып, жазып, шығып айтасыңдар.
философияда өзіндік орны бар құнды мұрат. Ақыл кітабы немесе даналық кітабы деп аталған Дивани Хикмет 12 ғасырдың әдеби жәдігері. Көлемді шығарма қыпшақ диалектілер мен көне түркі тілінде жазылған. Бүгінгі еңбектің түпнұсқасы жетпеген. Тарихи деректерге қарағанда шығарма түпнұсқасы 12 ғасырда жазылып, ғасырлар бойы әртүрлі көркем жазушылардың көшіруімен таралып отырған. Көшірме нұсқалар бүгінде Алматы, Стамбул, Ташкент, Мәскеу секілді қалаларда сақтаулы. Дивани Хикмет қазақ әдебиетінде орта ғасырлық нұсқасы. Еңбекті зерттеген оншақты ғалым кітап 149 хикметтен тұратынын, 109-ы Қожа Ахмет Яссауидің өзі жазған, ал қалғанын шәкірттері толықтырған деген болжамға келген. Бұл еңбек 4 негізден тұрады. Біріншісі шариғат, ол ислам заңдары мен әдет-ғұрыптарының жинағы. Екіншісі тариқат, сопылық ілімнің идеясы әрі мақсат-мұратының баяны. Үшіншісі мағрифат, дін жолын танып тереңіне бойлау. Төртіншісі ақиқат, Құдайға иланып мойынсыну, оған жақындау. 4 тармақты өлеңмен жазылған бұл еңбекте Қожа Ахмет Яссауи бала күнінен пайғамбар кітабы туралы. Бұның идеясы ол Құдайға деген махаббат, әділдік, сенім және де қарапайым сияқты қасиеттер айтылған. Бізге берген тақырып Дивани Хикмет кітабы. Оның мәні адамды рухани тәрбиелеу, дұрыс жолға бағыттау, имандылықты, адамгершілікті, құндылықтарды дәріптеу. Дивани Хикмет кітабының адамға деген мәлімесі, сілтемесі, сол Дивани Хикметте туралы айтылған адалдық, әділеттік, нәпсін жою, кішіпейілдік, білімге шақыру, Құдайға жақын болу. Олардың мағрифат, табиғат, шариғат, ақиқат. Жақсы, жарайсыңдар. Отырам. Қандай тақырып берілді? Шығарманың жаңашылдығына баға беріңдер және Абайдың қара сөздерімен салыстыру. Ахмет Яссауидің жаңа кітабында адамдар тек қана білімге емес, дінге, сонымен қатар исламды нығайтуға шақырған болады. Ал Абайдың қара сөздеріне келетін болсақ, адамдардың мінездері және де қасиеттері туралы жазылған. Яғни айтқанда адам Дивани Хикмет, Қожа Ахмет жазған Дивани Хикметте тек қана білімге емес, ислам дініне күшейтуге шақырған болған еді, және де оның 80 шәкірті болған еді. Ал Абайдың қара сөздері адамдардың қасиеттерін, мысалға ананың қасиетін, баланың қасиетін, сол туралы сипаттап өмірдегі ситуациялар айтып кеткен болатын еді. Екі дана адамымыз да дін жолы арқылы бізге не беріп жатыр? Білім, өнеге беріп жатыр. Білім, өнеге беріп жатыр. Жақсы, жарайсыңдар. Отырам онда. Ахмет Яссауидің құндылығын дәлелдері. Яғни Қожа Ахмет Яссауидің көптеген кітаптары және шығармалары, поэмалары бар. Сонымен қатар өлеңдері мен басқа да заттары бар. Ал соның ішінде бізде Дивани Хикмет. Яғни оның 149 бөлімі бар. 149 бөлімнен тұрады. Оның ішінде 4 негізгі бөлікке де бөлінеді. Олар бізде шариғат, ақиқат, мағрифат. осылай 4 бөлікке, негізгі 4 кең бөлікке бөлінеді. Және де Дивани Хикметтің қазіргі таңға және сол замандағы бөліктерге көптеген ақыл мен имандылықты береді. Яғни қазіргі заманға шейін сол Дивани Хикметтің бізге берер тәрбиесі, құндылығы, тәрбиелік мәні өте зор. Сол бізде осы құндылығына дәлел болып келеді. Жақсы. Кім келе ғой? Келе ғой. Балалар, Қожа Ахмет Яссауи мынау Түркістанда тұрып, өмірінің соңғы кезіне дейін қаншама шәкірттер тәрбиеледі, иә? Деректер бойынша 80 мыңнан артық шәкірт тәрбиеледі деген бізде мәліметтер бар. Осы 80 мыңнан артық шәкірттерді қалай тәрбиеледі? Оларды жан-жақтан келді. Өзі баста Бұхара қаласында бұл білім алып келді ғой. Және ислам діні арқылы, сопылық ілім арқылы бұл жастарға көп нәрсені берді. Мейірімділікті, инабаттылықты, білімділікті. Сонымен қатар ол заманда ауыл арасына тараған көптеген ауруларды емдеуге емдік шөптерді тапты. Сол арқылы шәкірттерін
өздері соған баулып, қандай шөптің, қандай ауруға ем екенін біле отырып, шәкірттерді соған баулады. Енді бір шәкірттерін Құранның сүрелері арқылы адамда көз тию деген ұғымдар бар ғой. Сондай ұғымдарды Құран сүрелері арқылы емдеп, солардың жазылуына септігін тиді. Сөйтіп, тағы бір шәкірттердің бір тобын сондай ілімге тәрбиеледі. Сонда Қожа Ахмет Яссауи әр ілімді өзінше халықтың пайдасына пайдаланған екен балалар. Сонда мысалға шәкіртінің, олардың дайын шәкірттерін шақырып алады да, сен былай айтқан екен, сен бар, осы мына білімді медресе ашамыз, сол медресеге барып, ұстаз болып, сол жерде сен үйретесің. Осы ілімді үйрете отырып, оқушылардың балдарды жинап, соның сауатын ашасың дейді. Енді бір шәкіртін шақырып алады да, оларға айтады, сен дейді, мына шөптік дәрілер дейді, қазақта оба, сүзек, іш аурулар көп болған ғой. Ол қазіргідей медицина дамымаған кезде, сол кезде оған айтады, сен ауылдарды аралап жүріп, мына емді шөптермен осы аурулар жазасың дейді. Міне осылай етіп, әр шәкіртіне өзінің бағыт-бағдарын беріп, тапсырма беру арқылы халыққа көптеген пайдасын тигізген екен балалар. Көрдіңдер ма? Соныменен өмірінің соңында 60 жасқа келген кезде қайда түсті ол? Қайда түсті? Қылуетке түсті, иә? Қылует дегеніміз не еді? Жер асты. Айсер, айта қойшы, қылует дегеніміз? Яғни ол жер асты үй болып саналады, және сол мен пайғамбар деген сөз екен, оңашалану. Мен пайғамбар қанша жасқа келіп өмірден өтті? Мұхаммед пайғамбарымыз 63 жастан кейін мен жер бетінде өмір сүрмеймін. Мен Мұхаммед пайғамбардан артық емеспін деді ғой. Солай жер астынан үй салғызып, сол жақта өмірінің соңына дейін осы жақта бірақ отырған. Онда мен жүрегімді қалай тазарта аламын? Таза жүрек үшін үш нәрсемен тазартады. Шүкір, барға риза ету, зікір, хизмет арқылы тазартасыз дейді ол. Жақсы, қол шапалақтап қойыңдар. Балалар, міне көрдіңдер ме? Жасан идеясы арқылы біз Қожа Ахмет Яссауи мен